Сұлының емдік қасиеттері. Сұлы адамға күш беретін дәнді дақылдың бірі. Халық медицинасында қаншама жыл тәжірибеден өткен сұлының қай дертке де шипасы тиеді. Одан қайнатып, езіп, ботқа жасап және салатқа қосып та пайдалануға болады. Сұлыдан дайындалатын қайнатпалар түрлерін, емдік қасиеттерін ұсынамыз. Құрметті оқырман, сіз халық емі арнасындасыз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біздер үшін маңызды. Олай болса, сұлының емдік қасиеттері мен қолдану тәртібін ұсынамыз. 1-2 стақан сұлы дәніне 5 стақан қайнаған су құйып, 2 минут қайнатып, жарты сағат суытқан соң сүзгіден өткізеді. Қайнатпаны 2 ай бойы күніне 3 рет ас ішердің жарты сағат бұрын ішеді. 1 ай үзіліс жасап, емді қайта жалғастырады. Бұл қайнатпаны бүйрек ауырғанда, дене ісінгенде, асқазанның ойық жарасы, аш ішек дерті мен жүйке қызметі бұзылғанда емдік пайдасы жақсы нәтиже береді. 100 грамм сұлы жармасын 1 бас жуашықпен 1 литр суға қайнатады. Күніне 4 рет 1 ас қасықтан ішеді. Қайнатпаға 1 шай қасық бал қосуға болады. Бұл қайнатпа құрғақ жөтелден тез айықтырады. 1 ас қасық сұлы дәні немесе сұлы жармасына 2 стақан қайнаған су құяды. Мұны келесі күні шай орнына ішеді. Ол әлсіз адамға күш береді, әсіресе отадан кейін және ауыр дертпен ауырған науқастардың беті бері қарағанда әлсіреген ағзаны тез оңалтады. Сұлы шөбі дәрілі шөптің пайдасы. Сұлы шөбінің дайындалған тұнба зәр жолдарындағы дерт, іштің желденуі, әлсіреу, жұмыстан шаршап қалжырау және ұйқысыздықта пайдалы. 2 ас қасық шөпті ет тартқыштан өткізіп, үстіне 1 стақан спирт құяды. Тұнба жылы жерге 14 күн тұрады. Күніне 2 рет тамақтың алдында осыдан 20-30 тамшыдан қабылдайды. Сұлы шөбінен ревматизм, радикулит, буынның өзге де дерттерінде балғын сұлы сабанынан бұлау дайындаса шипа болады. Ол үшін 1 килограмм сұлы сабанына 5 литр су құяды да жарты сағат қайнатады. Сосын сүзгіден өткізіп, ваннадағы суға қайнатпаны құяды. Осылайша емдік күн 20 күнге созылады. Сұлыдан дайындалған квас асқазан үшін пайдасы бар. 1 стақан сұлының 3 литрлік банкеге салады да үстіне 3-4 ас қасық қант, сол мөлшерде мейіз қосып су құяды. Бетін дәмкемен жабады. 3-4 күн қояды. Дайын квасты шыны ыдысқа құйып, тоңазғышқа да сақтайды. Құрметті оқырман, балаларыңызға, немерелеріңізге сұлыдан дайындалатын ботқалар дайындасаңыз болады. Таңертең жеген сұлы асқазан ішек жолдарын жақсартады. 1 стақан сұлы жармасына 1 стақан су құйып, аздап тұз себеді де баяу отта 15 минут қайнатады. Таңертең оны жылытып, сүт немесе қаймақпен араластырып жейді. Іш өткенде 100 грамм сұлы жармасына 1 литр қайнаған су құяды да 4 сағатқа қояды. Содан соң қою болғанша қайнатады. Мұны күні бойы жейді. Ботқа салмақ тастауға көмектеседі. Диетаны 7-10 күн ұстайды. Сұлыдан дайындалған ботқа қант, тұз салмайды. Бұл күндері сұлыдан дайындалған өзге де азық-түлікті жей алады. Сонымен қатар ботқаға таңертең кептірілген жемістер, қарабөрік қосуға болады. Теріні тазалайды, әрі нәрлендіреді. Теріні тазалайтын косметикалық зат ретінде пайдалана аласыз. Сұлы жармасын ет тартқыштан немесе кофе ұнтақтағыштан өткізіп, 2 ас қасығына қайнаған су құйып, ботқа жасайды. Масканы бетте 20 минут ұстайды. Ұнтақталған сұлы жармасына 1 шай қасық ас содасы мен 2 шай қасық тұз қосып су құяды. Қою болған масканы бет пен мойынға жақсы теріні тереңінен тазартады. 2 ас қасық бал, 1 ас қасық қою қара шай, 2 ас қасық сұлы жармасы, жарты ас қасық зәйтүн майы. Барлығын бірге араластырып, бетте 15 минут ұстайды. Артынан жылы сумен жуады. Құрғақ бет терісі үшін сұлы ұнын жарты стакан сүтпен араластырып қайнатады. Суыған соң 1 стакан қасық бал қосып, бетте 20 минут ұстап тұрады. Артынан жылы сумен жуып тастайды. Құрметті халық емі арнасының оқырмандары,
арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісеміз. Келесіде қандай емдік қасиеттері бар өсімдік немесе жәндік түрлерін атауымызды ұсынасыздар.